Саламатсыздар ма құрметті әріптестер, PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсымыздың келесі сабағына қош келдік. Яғни бұл сабақта сіздерге мен бағалау әдісі десек те болады, кері байланыс жасау әдісі десек те болады, соның жасалу жолын толығымен яғни көрсететін боламын. Ең алдымен осы жаңағы әдіске шолу жасап өтсек, яғни ең алдымен бізде бетте осылай ең алғаш бет пайда болады. Астында бәрі түсінікті. Сұрағым бар, қиналдым. Бұл жерде өздеріңіздің әдістеріңізге байланысты өзгерте берсеңіздер болады. Одан кейін 5 жолақ болады. Яғни мысалы бәрі түсініктіге былай баса берсеңіздер шылшокпен. Яғни бала бұл жерде өздері басады. Мысалы бәрі түсінікті болса, ол көтеріле береді. Қанша бала болатын болса, мына жерде сыныпта қанша бала болатын болса, сол баланың тізімдерін жазып қоясыз. Сұрағым бар. Басқан сайын яғни бұл көтерілуіне ақ сызықтар, яғни 5 бала, 10 бала сіздерге өздеріңізге жаңағы отчетқа мысалы кейін білетін боласыз. 10 бала бәрін түсінді, 5 бала сұрақ бар деген сияқты. Осылай жасасақ болады. Енді осыны толық жасау жолын сіздерге көрсетейін. Яғни біз әдеттегідей оң жағын басамыз, немесе главныйға барамыз, создать слайд, пустой слайд. Одан кейін бізге фонды ауыстырып алу керек. Фон қара болған жөн, тура осы шаблонға. Яғни біз қара фонды таңдаймыз. Одан кейін бізге сызықтар керек болады. Мен мына жерден сызықтарды копировать етіп ала саламын, ал сіздер кәдімгі вставкаға барасыздар, фигуры, мына жерде линиямен сызықтарды өстіп сызып алатын боласыздар. Сызықтарды яғни дәл 20, мысалы 20 оқыш болатын болса, ары қарай 30 оқыш болатын болса, соған реттеп қоясыздар. Одан кейін екінші мына бәрі түсінікті, сұрағым бар, қиналдым деген батырмаларды жасауымыз керек. Ол үшін вставкаға барамыз, фигуры, кез келген мынаған фигураны аласыздар. Мысалы, өстіп жасап аламыз. Біреуін жасап аламыз да, контурын алып тастаймыз. Одан кейін мысалы бұның түсі жасыл болады. Сосын осыны копировать етеміз. Ctrl-C, Ctrl-V. Оны копировать етіп білесіздер. Ctrl-V-ді қосса қайтадан. Сол үшеу өстіп қойып аламыз. Тура ортаға дәлдеп қойып аламыз. Көз мөлшермен. Одан кейін қалған екеуінің түстерін өзгертеміз. Тура мына фигураның үстіне бассақ, мына жерде формат фигура ашылады. Мысалы мынаны сары қоямыз, мынаған қызыл қоямыз. Оның ішіне текст жазамыз. Текст жазу үшін білесіздер, оң жағын басамыз, изменить текст. Бұл жерде мысалы бәрі түсінікті. Мына жерде изменить текст, сұрағым бар. Мына жерде қиналдым. Оның үшеуін бірге белгілеп аласыздар. Главныйға барамыз. Мына жерде жазудың үлгісін өзгертіп аламыз. Мысалы әдемі шрифттеріңіз болса, мынандай осындай шрифттерді қолдансаңыздар болады. Кішкене үлкейту үшін А деген белгіге басамыз. Өстіп кішкене үлкейтіп аламыз. Алғашқы біздің жаңағы фигураларымыз дайын. Енді бұларға біз ат беруіміз керек. Ол үшін міне фигураны белгілейміз. Главныйға барамыз. Одан мына жерде міне выделить деген батырма бар бізде. Осыған басамыз. Содан кейін область выделения міне ерекшеленіп тұр. Осыған басамыз. Яғни бізде мысалы бәрі түсініктен белгілесем, мұнда өзінің түсі ол өзі белгіленіп тұрады. Үстіне бір рет басамыз. Жазуды толығымен яғни өшіріп тастаймыз. Мысалы бұған ат беріп қойымыз керек. Батырмаға бәрі түсінікті. Одан келесі мынау мына жерде белгіленіп тұр. Осыған басамыз. Бәрін белгілеп аламыз да. Сұрағым бар. Одан келесіге бассақ, өзі белгіленетінді. Қиналдым. Осында 3 батырма жасап аламыз. Ал мына линияларға бізге ат беру қажет емес. Жасынан қазір жауып қоямыз. Одан кейін енді
келесі жұмысымыз мына бізден шығатын бәрі түсініктің басқан кезде шығатын біздің ұпайларымыз былай айтсақ. Оны енді мен бүйтіп үшеуін копировать етіп алайын. Мына жерге қояйын. Ал сіздер бұны кәдімгі жасайсыздар. Тура мынаған бүйтіп орталарына келіп аласыздар. Әдемілеп. Бұларды жасау үшін яғни білесіздер, вставкаға барамыз, фигуры, мына жерде мынаны таңдайсыздар да дәл өлшеп, яғни мыналар неғып кішірейттік. Мына сызықтарға дәл келу керек. Соған дәлдеп, реттеп, әдемілеп өстіп қойып аласыздар. Енді мынаны ары қарай, мысалы, копировка жасаймыз. Мен копировка жасамай қояйын сіздерге. Мен дайын жұмыстан әкеп қояйын. Мысалы, біреуін бүйтіп копировать әкеп алдым. Толық жасап алғаннан кейін, бір-ақ рет жасап алғаннан кейін, қазір көрсетемін сіздерге үлгісін. Мысалы, мынау мен біреуін жасадым деп ойладыңыздар. Ctrl-C мен, яғни немесе оң жағын басып, копировать деген батырмамен копиясын жасап алам. Мұнда әкеп қоям. Менің қазіргі сіздерге түсіндіріп жатқан жағыма келді. Тура мына линияларға әкеп туралап қойып алам. Осылай болу керек. Одан кейін бұның мына сұрағым бар, қиналдымға керек бізге ол үшін. Біреуін бәрі түсініктіге толық жасап аласыздар. Содан кейін мұны толық бүйтіп ерекшелеу үшін біздің нұсқағыш осы жерде тұру керек. Бүйтіп толық ерекшелеп аламыз. Ерекшелену тура осылай болу керек. Мұқият қарап алыңыздар. Осындай болған кезде жібереміз. Міне толық бәрі ерекшеленді, яғни 20 кнопка ерекшеленді. Қайтадан копировать. Одан кейін бос жерге барамыз да вставить дейміз. Міне. Сонда екінші нұсқасы шығады. Әдемілеп, туралап, яғни линейка болса сіздерге өстігенде түзілуін көріп алсаңыздар болады. Сосын қайтадан жерге келеміз. Вставить. Үшінші үлгісі. Туралап аламыз. Туралағанша мына тышқанның сол жағын жібермейміз. Туралап алдық. Енді бұлардың түстерін ғана өзгерту керек. Мәтінді жазып алдыңыз, мысалы нумерацияны жазып алдыңыз, толық батырмалар жасалыңыз, сосын қалған уже оңайлап жасайсыздар. Толық ерекшелеп аламыз. Барлығын түсін ауыстыру үшін формат фигураға барамыз. Мына жерде заливка, тура астындағы батырмаға сәйкес сарыға бояймыз. Сарыға мен ақ үйлеспей қалса егер, жазудың үстіне ауыстырып тастаңыздар болады. Келесі енді үшіншісіне барамыз. Осылай ерекшелеп аламыз. Толық қамтылу керек. Бүйтіп жіберіп қалсаңыз біреу қалып қалады. Толық бүйтіп қамтылу керек. Одан кейін қайтадан формат фигураға барамыз. Заливка. Бұл бізде қызыл түс. Міне, бізде уже батырмаларымыз дайын. Енді бізде соңғы жұмысымыз. Бізде енді қараңыздар. Область выделения ашсақ, главныйға бар. Выделить, одан кейін область выделения ашсақ, мына жерде ұпай деген аттар пайда болды. Бұл жерде яғни мысалы сіздер ең жаңадан бастаған кезде, мына жерде ұпай деген болмайды сіздерге. Мынау сияқты, яғни бәрі түсінікті, сұрағым бар деген жарай мен ауыстырдым ғой. Тура дәл сол сияқты мысалы. Мына жерде ауыстырып тастайсыздар. Өздеріңіз ат қоясыздар. Мен мысалы ұпай 1 деп қойдым, ал сіздер 1, 2, 3 деп нумерация қойсаңыздар болады. Мынаның бәрі өзгертуге болады. Мынаны белгілесем, мына жерде 2 белгіленіп тұр. Мынаны белгілесем, 3 белгіленіп тұр. Дәл сол жақта ат қойып алсаңыздар, кейін қазір триггер деген функциямен танысамыз, сол кезде керек болады. Енді соңғы жұмысымыз бізде анимация. Анимация яғни бәрі түсінікті деген батырмаға басқан кезде бізде мыналар шығу керек. Ол үшін ең біріншісін белгілейміз. Анимацияға барамыз. Осы жерде возникновение деген анимация. Сіздерде ол жоқ болады. Менде тұр ғой. Мен мысалы біреуін өшіріп тастайын. Бір бағанның ғана анимациясын мен өшіріп қойдым. Енді сіздерге мысалы 0-ден бастап анимацияны қалай қою керектігін көрсетейін. Қалған 2 баған тұра берсін. Бірінші фигураға басамыз, 1 деген басамыз. Сол кезде анимацияны ашамыз мына жерде. Одан кейін возникновение деген анимация болады. Яғни ол пайда болу. Соған басамыз, анимация қойылды.
анимация қойылды. Одан кейін біз бұған мына жерде облыс анимациясының астында триггер деген функция. Яғни бұл функциямен сіздер жаңағы бірінші рет танысыпсыздар менің курсымда. Яғни триггерге басамыз. По щелчку деген болады. Яғни біз басқан кезде басамыз. Мына келесі аймағында бәрі түсінікті деген біздің батырма бар. Соны таңдауымыз керек. Сонда бәрі түсініктіге басқан кезде біздің бірінші неңіз пайда болады. Біреуін жасап алдыңыз. Енді анимацияға қайта бару қажет жоқ. Мына анимацияның астында анимация по образцу деген бар. Оны сіздер білесіздер. Осыған басамыз. Бүйтіп екінің үстіне нұсқағыш тұр ғой. Сол кезде бүйтіп рет бассақ, біздің анимациямыз екіге көшеді. Сол кезде қайтадан триггерге барасыздар. Біз триггерді ғана қайта жасаймыз. Бәрі түсініктін таңдаймыз. Келесі 3-ке басамыз. Дәл солай кете береді ретімен. 3-ке барамыз. Триггер, по щелчку, бәрі түсінікті. Сөйтіп, міне, одан кейін қайтадан реттіліктің қойып, анимация по образцу. Келесі енді 4-ке басымыз керек. Одан кейін қайтадан триггерге барамыз. Бәрі түсінікті. Белгіленіп тұрған кезде қайтадан анимация по образцуға басамыз. Енді 5-ке басамыз. Сонда 5-тің жанында мынандай 41 деген сан пайда болды. Өзі уже анимация көшті деген сөз. Шатасқанмауымыз керек. Одан кейін триггерге басамыз. По щелчку, бәрі түсінікті. Одан қайтадан міне анимация по образцу. Енді 6-ға басамыз. 6-ның тура үстіне барып басу керек. 6-ның жанында сан пайда болған кезде уже анимация көшті деген сөз. Қайтадан триггерге барамыз. По щелчку, бәрі түсінікті. Өстіп ретімен кете бересіздер. Бірнеше рет қайталап өтейін. Анимация по образцу. 8-ге басам. Триггер, по щелчку, бәрі түсінікті. Қайтадан анимация по образцу. 9-ға басам. Көп триггерлермен жұмыс жасаған кезде компьютерлеріңіз кішкене ойлануы мүмкін. Енді ол сондай өз техникалық момент, өйткені триггер кішкене ауыр функция. Бірақ чыдап бір жасап алсаңыздар, ол жаңағы жақсы жұмыс болып шығады. Менің компьютерімді көріп жатсаңыздар, кішкене тез жұмыс жасамайды, ойланып жұмыс жасап отыр. Өйткені триггер көбейіп кетті. 10-ға дейін келдім. Қайтадан анимация по образцу, енді 11. Ары қарай мен жасай берейін. Видеодан бәрін көре бересіздер. Яғни міне қарасаңыздар, мен 20-ға дейін барлық анимацияға, яғни бірінші анимация қойдым, одан кейін триггер қойдым. Яғни триггердің белгісін сіздер мына шетінде найзағайдың белгісі тұр. Содан байқайсыздар. Яғни бұл жерде триггер тұр деген сөз. Ал мына батырмаларда бізде триггер жоқ. Яғни қазір мысал көреміз. Ол үшін біз жасаған жұмысымызды тексеру үшін слайд-шоуға барамыз. Одан кейін текущего басамыз. Мысалы, міне қолдың белгісі пайда болған кезде мына жерде біз ол кезде батырмаға басыламыз деген сөз. Мынаған бассақ, бізде уже көтеріле бастайды динамика. Ал келесіне бассақ, мынаған да бастан шыға береді, өйткені триггер жоқ қода. Тек қана анимация тұр. Байқадыңыздар ма? Яғни қайсысында триггер тұрады, сол, яғни мысалы міне
мынаған бассам мынау шыға береді, көрдіңіз бе? Мынаған басқан кезде ғана шығу керек. Мынау ғана көтеріле береді. Мынау біткеннен кейін ғана келесісі шығады. Сол үшін бұда міндетті түрде мынандай шетінде триггер тұру керек. Мен біреуіне ғана сіздерге жасап көрсеттім. Ал негізгі жұмыс бағана басында көрсеткендей осылай шығады. Мысалы, бір оқыш келеді. Ол тек қана қиналдым деп қана басу керек. Ал бір оқыш келеді де бәрі түсінікті деп басады. Сол кезде содан ғана шығу керек. Қиналдымға басқан кезде мынадан шыққамау керек. Соған назар аударасыздар. Көп оқушылар сұрағым бар деп басуы мүмкін. Солай көтеріле береді. Осымен осы сабақты толық видеосын қарап, қайталап жасап көріңіздер. Жұмыстарыңызбен бөлісесіздер. Осымен яғни бағалауға немесе кері байланысқа арналған сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.